Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің цифрлық журналистика мамандығының студенттері жыл сайын академиялық ұтқырлық бағдарламасымен Польша мемлекетіне оқуға барады. Адам Мицкевич атындағы білім ордасы мен Хату арасында қос дипломдық бағдарлама жұмыс істейді. Өткен жылы 5 болашақ журналист академиялық ұтқырлықпен білім алып келді. Екінші курстың екінші семестрінде мен осы Польшадағы Адам Мицкевич университетіне барып оқып келдім. Негізгі Польшадағы өмірім, оқуым мен өмірімдегі ең үлкен бір экспириенстардың бірі, яғни қызыққа толы және де жаңа білімдерге толы. Польша осы Шенген зонасында болғаннан кейін саяхаттауға өте қолайлы деп айта аламын. Академиялық ұтқырлық әрбір болашақ журналист үшін үлкен мүмкіндік. Студенттердің айтуы бойынша Еуропада спорттық журналистика бағыты жақсы дамыған. Олар кино түсіру және контент жасау әдістерін меңгеріп қайтты. Және айтатыным ол жақтағы кредиттік системаның қызықтығы, өйткені ол универде біз әр сабақты өзіміз таңдаймыз. Сонымен қатар ашық басқа спорттық сабақтарды, үйірмелерді таңдауға мүмкіндік болды. Және әр адам өзінің аптасын қызықты қылып жаңағы реттей алады. Хату Польшамен ғана емес, бір қатар еуропалық университеттермен келісімшарт жасаған. Германия, Чехия, Турция және Корея секілді мемлекеттерде де тегін оқуға мүмкіндік бар. Сондықтан жыл сайын баратын студенттердің саны артып жатыр. 10 жылдан бастап бізде журналистика специальности ашылды. Сол 1-2 жылдан кейін уже академобильностьпен жұмыс істеп жатырмыз. Бірінші жылдары 4-5 адам баратын, қазір енді уже 10-нан көп адам барады. Олар басқа университеттердің лабораторияларында жұмыс істей алады, бақтарға барады. Сонымен ертеңгі күні осы университетті бітіргенде олар востребованный специалист болады. 2024 жылдың көктемгі семестрінде Хату университетінің 50-ге жуық студенті академиялық жеделдікпен білімдерін жетілдіріп қайтты. Бұл жоба болашақ журналистерге алға ұмтылуға серпін береді. Аружан Садықбек, Индира Талғат, арнайы ITnews үшін.